дайындығымыз жақсы өтіп жатыр деп ойлаймыз. Балдарымыз өзі 2 составпен қазір оқу жиын жаттығу өтіп жатыр. Ең үздіктері осы құрама команданың ең үздік спортшылар дайындалып жатыр. Енді дайындығымыз қазіргі таңда 70-80%-ға дайын деп ойлаймыз, бірақ әлі жасайтын жұмыстарымыз бар. Техникалық, тактикалық түрдегі әлі жұмыстарымыз бар. Енді аттармен арнайы дайындалып жатыр. Қазір енді аттар да уже дайын болып қалды. Енді біраз осы аттармен дайын болып, содан кейін келесі этапта уже бұдан ары мықтылық дайындаламыз ағада. Бізде Моңғол мемлекеті міне қазір бізге қарсылас болатын араб мемлекеттері өте мықты спортшылары бар, дайындық жас балдары. Индонезия дейді, Малайзияның спортшылары мықты. Енді Европадан да келеді, Мажарстаннан келеді. Бізде енді бұл өзіміздің осы жамбы спорты Қазақстанға аз уақыт келгеніне қарамастан біздің де спортшыларымыз осал емес, енді ең үздіктердің қатарындағы спортшыларымыз бар.